Машхұр Жүсіп, Шариви шеңберіндегі жоқтау. Халайық бір сөз қозғайын. Сүннеттен асып озбайын. Асылық сөйлеп, Аллаға шариғат сөзін бұзбайын. Қозғамай қайтып тұрайын. Күйікке неғып шыдайын. Айтып болмас іс болдау, қалайша сабыр қылайын. Мен Құдайға жылайын. Сөкпеңіздер жамағат. Кішкене жоқтап сөйлейін. Жақынның жалғыз шырайын. Уа дариға жанатам. Дүниеден кетіп қалған соң, сонша нәубет кесілді. Адастым ғой ақылдан, жиярмын қайтып есімді. Өткіздім ғой бұл жаста, жылаумен ерте кешімді. Қасірет отудау жанып, өртөбен жүрек ішімді. Көзімнен аққан қанды жас, ертеден кешке ағызып, алайын сенен өшімді. Үзілмей келген асыл тек, айта алмас ешкім бекер деп. Уа дариға жанатам, өзінің тұсында заманда бәрінен келіп асқаны. Халайық, мұным дұрыс па, шариғаттан бұрыс па? Сүйікті болған жанатам, иман жүзді шырайлы. Ішім бір даулап жанат. Жалыны жүрегімді шалат, от түскендей қамысқа. Қапыда кетті-ау жанатам, ойламаған орында. Бұйрық бір жетсе ағалар, болжалсыз өлім алыс па? Аспанда жарық жұлдыздай, маңдайға біткен құндыздай. Халықтың болған серкесі, толған айдай толғаның. Көрдіңіз бе жамағат? Жанатамнан айырылып, дүниенің қызық нәубеті, опасы жоқ боп солғанын. Ақыл мен ғылым бірдей боп, бойынан бәр табылған. Өзінің айтар сөзінен жоқ еді жер жаңылған. Құдайым қалап жаратқан, жұртты аузына қаратқан, әмір мағруп жүргізіп, шариғат сөзін таратқан. Дүние малын аямай, әлха мықсан мол еткен. Жығылғандарды тұрғызып, қысылғандарды сүйеген. Еш ұлық сөз бұзбаған, адаммен дұшпан болмаған. Сөйлесіп біткен ұлықтар, шақырып бәрі келдескен. Өлмейтін адам тұра ма? Өтпейтін дүние бола ма? Бұл опасыз дүние, ойлап тұрсам ағалар, мәңгі суын кім ішкен? Бауыры суық қара жер, бұ жүрген жанның бәрін жер. Дем таусылған күнінде біз дағы бір күн жетеміз. Күйгенімнен сөйлеймін, не болғанын білмеймін. Пендешілік ағалар, кешіргей Құдай қатеміз. Үй ішінде жақсылар, өтіп бір кеткен ғазизға қабылда болғай батаңыз. Асылды нұрдан жаралған, Құдайын сүйіп қалаған, дәулет құс қонған басына, қыдыр бір келген қасына. Мінезін мен қылығың, көркің менен сипатың, ақыл, бақ, ғылым дәулетің, қалпақа құйған гауһардай әр пендеге жараған. Сағынып сонша асыққан дін мұсылман баласы алтын жүзін көргенше. Пайғамбар кеткен үммет деп, үмметінің қамын жеп. Сондай-ақ балам деместен айналайын жанатам, халқым деп кетті өлгенше. Несіп бір тартып тұр екен, Алланың әмірі зор екен. Кетермін биыл деп еді, арман іште көп еді. Өз арманын ойламай, жұрт жаптығын жебеді. Өз басына ойланған, еш жұмысы жоқ еді. Алланың әмірі күшті ғой, ажалдың желесті ғой. Жазылмас көңілім жарасы, жан жаққа жұртым қарашы. Қызыл тілі безеніп, бұлақтай аққан, қайнаған, дін ісіне басшы боп, сардар қаһар арыстандай, хәмметке белін байлаған. Ақыреттің жабдығын күн бұрыннан сайлаған, дін шырағын жандырдың Баянаула тауына. Медресе мешет салдырдың, ғылымға пішкен холланы әр жұрттан жиып алдырдың. Бал, шекер тамып сөзіңнен, мұр балқып раушан жүзіңнен, жұрттың бір мейірін қандырдың. Жұрт астым деген жақсыны, жарса сөйлептелгенде,